Баршаңызға сәлем. 1001 кеңес арнасында бүйрек қатерлі ісігінің белгілері туралы өте пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақстанда бұл ауру 8-ші орында. Алғашқы белгілері оңайлықпен біліне бермейді. Сондықтан кейбір емделушілер дертінің емделу уақытын созып алады. Бүйрек қатерлі ісігінен әлемде жыл сайын 250 мың адам ауырып, шамамен 100 мың адам қайтыс болады екен. Жуырда Англия денсаулық сақтау ұлттық жүйесі арнайы зерттеу жүргізіп, қатерлі бүйрек ісігі онкологиялық ауруының 8 белгісін атап көрсетті. Жалпы бүйрек қатерлі ісігіне шалдыққан адамның қанша уақыт өмір сүретінін ешкім дөп басып айта алмайды. Ол оның ауру қай кезеңде екеніне байланысты болмақ. Ең бірінші белгі қан сию. Зәрдің қан аралас шығуының күшеюі немесе аз күннен соң тоқтауы. Бұл жағдайда бірден дәрігерге көрінген жөн. Келесі белгісінің бірі бүйірдің ісуі. Одан кейінгі симптомдары қатарына тәбет тартпауы, салмақ жоғалту, жоғары температура мен терлеу, әлсіздік, мазасыздық және арқадағы қабырға асты ауруы жатады. Бұл аталған 8 белгіден бөлек осыған дейін анықталған белгілер де бар. Олар аяқ ісінуі, қан аздық, артериялық қысымның себепсіз жоғарылауы және бүйрек тұсының сыздауы да дерттен хабар береді. Бүйрек қатерлі ісігін анықтау да оңай емес. Көбіне ультрадыбыстық зерттеу арқылы анықталып жатады. Тек тәжірибелі маман ғана ауруды ерте кезеңде анықтай алады. Бұл дертті анықтау кезінде келесі зерттеу әдістері қолданылады. Ультрадыбыстық зерттеу ісікті басқа өскіннен ажыратуға көмектеседі. Рентген диагностикасы, сондай-ақ компьютерлік томография және қан мен зәрді зертханалық зерттеу. Қымбатты оқырман, бүгінгі пайдалы кеңесім кәдеңізге жарасын. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіз.